үнемі өзіңізді басқа адамдармен салыстырып, өзіңізді ешнәрсеге жетпеген, жетістігі жоқ, ешнәрсеге қол жетпеген адам сияқты өзіңіз төмен санап жүрсеңіз, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде ер азаматтарды білмеймін мен, әйел адамдарды білемін да. Әйелдер көбінесе өзін басқа біреумен салыстырады да, ішкі жағдайын, состояниесін құлдыратып жібереді. Ол бірі, екіншісі өзінің финансовый жағдайын құлдыратып жібереді ғой. Өйткені еліктеу арқылы. Өзінде жоқ, бірақ соны елден қалмау үшін, өзінің бір эгосын қанағаттандыру үшін дейміз ба, или солай елге жақсы болып, жағдайын жақсы көрсету үшін қарызға, кредитке кіре бастайды да. Өзінде жоқ нәрсені қарызға алады, кредитке алады, турецкий көйлек ба, жаңа алтындар ма, малшын тағып алады, мың қырық бесін. Өзінде жоқ бола тұра, елге еліктеу арқылы, біреуге бір нәрсені дәлелдеу үшін қарап тұрсаң да. Соны айтар едім, сіздер олай лучше қарызға кіріп, кредитке кіріп, өйтіп өзіңіз дәлелдегенше, лучше соны үйреніп, жолын тауып, ақша табатын жолды көріп, сенің назарың басқа жақта жүрген кезде, сен басқа елді аңдып, елмен жарысып жүрген кезде, Алла тағаламның өзіңе берген мүмкіндігін байқамай қалуың мүмкін да. Қарапайым мысал ғой бұған. Пойыздың алдына түсіп жүгірген дұрыс па? Жоқ, пойыздың ішінде отырып, жететін жеріңізге жеткеніңіз дұрыс па мақсатыңызға да? Пойыздың алдына түсіп жүгіру деген өзіңде жоқ нәрсені қарызға бату арқылы, кредитке бату арқылы қанша стресс соны алып, біреуге бір нәрсе дәлелдеймін деп та, қарызға кіріп кетіп қиналғанша, сол пойыздың ішінде отырып, Алла тағаламның өзіңе берген мүмкіндіктерін көру арқылы, назарыңды өзіңе аударып, далаға емес, назарыңды өзіңе аударып, өзіңе не керек екенін біліп, өзіңнің ішкі түйсігіңді тыңдап, өзіңнің қолыңнан келетін мүмкіндіктеріңді байқамай қалғаныңша, лучше соны өзіңізді іздендіріп, өзіңізден тауып сол жолды, ақша келетін жолды да барлығын, оның бәрін Құдай береді сізге, беріп те жатыр, бірақ елді аңду арқылы, елмен өзіңді салыстыру арқылы, елдер керемет өмір сүріп жатқан сияқты, мен ғана бейшара халде жүрім деу арқылы, сол мүмкіндіктерді көрмей қалуыңыз мүмкін да. Сол үшін барынша назарыңызды өзіңізге аударып, елмен өзіңізді салыстырғанды қойыңыздар деп айтқым келеді. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.